Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 3 заттан жасалатын оп-оңай және дәмі өте ерекше мужской каприз деген салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл салаттың дәмі өте ерекше және қонақтың алдына қоюға өте әдемі. Бізге салатқа керек заттарды асып және теркінің кішкентай көзінен өткізіп ұсақтап турап аламыз. Одан кейін бізге осындай форма керек болады. Менде форма болмағасын осындай ыдыстың түпін кесіп алып, өзіме домалақ форма жасап алдым. Одан кейін бізге тұз және майонез керек болады. Майонезін мен бас жағын ұшын, яғни әдемілеп өзіме узор жасауға кесіп алдым. Сіздер салафанға салып ұшын кесіп алсаңыздар да болады. Одан кейін салатымызды жинаймыз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Бірінші тауығымызды, одан кейін тұзымызды, майонезімізді, одан кейін жаңағы жұмыртқамызды қайтадан майонезмен тұзымызды салып отырып, ең соңында сырымызды саламыз. Дәл осылайынан тағы да бір қатар жасап өтеміз. Тауығымызды, жұмыртқамызды және сырымызды. Бірақ сырдың бетінде ең соңғысында майонез құймаймыз. Салатымызды жинап болғаннан кейін форманы алмай тұрып, ең алдымен тәрелкенің бетін сүртіп алыңыздар. Өйткені біздің жаңағы майонезіміз, жұмыртқамыз, яғни шашылып бүлініп қалуы мүмкін. Одан кейін ең соңғысында осылайынан сырымызды салып, өзіміздің қалауымыз бойынша әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлзада. Баршаңызға ас болсын. Қош сау саламатта болыңыздар.